2022 жыл 22 iyul Ысыкөл обласы Каркыра жайлоосунда жүрөм. Себеп дегенде Кыргыз элинин сыймыгы Кыргызстандын 20-жылымдагы чыгаан жазуучусу жана коомдук ишмери Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наамдын ээси Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык мааракесин белгилөө үчүн чогулуп отурабыз. Кыргыз кино жана театр тарыхында өчпөс из калтырылган легендарлуу актер, жеке эле Кыргызстандын алкагында эмес, Орто Азиянын театр сүйүүчүлөрүн таң калтырган уникалдуу образдарды жараткан залкар актер Сауытбек Жумадыловдун 90 жылдык мааракесин дагы чогуу белгилеп жатабыз. Жалпысынан негизи мен бул кыргыз күрөшкө келгенимде 2014-жылдан бери кыз күрөшүн күрөшүп жүрөм. Көп жерден утулдум, көп жерден байгелерге жетип жүрдүм. Баягы самаган, баягы Кудайдын баягы суусаган суу ичет дегендей эле болду. Кудай буйрса аябай ушундай жеңишке суусап жүргөм. Кудайга миң мертебе шүгүр. атаандаштардын эң мындай кооптусу ким болду ойлойсуз? Атаандаштардын эң кооптусу бул бияктын абазы өйдө болгондукка байланыштуу бул Казакстан балбаны ошо жакшы экен. Андан кийин финалдагы балбан да аябай күчтүү. Биз да баягы бир залда кылгандыктан бири-бирибизди аябай жаттап калганбыз. Негизи эле баягы булду чоң машина болуп аткандыктан, чоң той болуп аткандыктан бүттүк балбандар аябай мен үчүн оор эле болду. Жеңишти азырынча негизи эч кимге сүйүнчүлөй элекмин. Бияктан телефон тартпагандан баш тең ушул жеңишти биринчиден ата-энеме арнайм. Ошондой эле менин тренерим Нурбек Кожобековго. Ошол менин тренеримдин салымы чоң аябай. Ушул жеңишти агайым дагы күтүп жүргөн, өзү дагы Кыргызстан 5 жолку чемпиону. Агайым менен сыймыктанам. Ошол агайымдан үлгү алам. Ошол Нурбек Кожобеков агайым мага мен үчүн жол көрсөтүүчү, бүт нерсени үйрөтөт. Saat 3'e çeyiz. Ошол агайыма да терең ыраазычылык билдирем. Ушул жигит экөөбүз биринчи жерде жолугуп калдык. Анан мунун балбан экендигин билген эмесмин. Анткени адамгерчилиги, кичпейилдиги менен куфулма толуп жүргөн жигит эле, бирок бүгүн күрөшкөнүн көрүп абдан ыраазы болдум. Өзү да Кудай деген жүрөгүндө ыйманы бар жигит, ошон үчүн жараткандын колдоосунда. Негизи эле бул күч кубатта жараткан берген чоң белек, чоң береке. Көпчүлүк ошол күч кубатты кыянат кылып атты, бирөөлөргө зомбулук кылып күчүн көрсөтүп, ушундай ыйманы, адеби кошо өсүп аткан жигиттердин болуну өтө кубандырат. Бул жигит бүгүнкү чоң күрөштүн канча азаматтардын арасынан сурулуп чыккан баатыры, жеңүүчүсү. Ушундай жигиттер менен баары сыймыктанабыз. Эми Кыргызстандын туусун Түркияда өтө турган көчмөндөр оюнунда желбиретип, далыс жерге тийбей чемпион болуп келишин каалайт элек, Макул. Кыргыз бир бата кылып койгон, ушулар кабыл болсун, экинчи даражаң бийик болсун, дайыма оомат үстүндө жүрө бер. Аллаху акбар. Сезимде жакшы. Бул биринчи автомашинабыз эмес, биздики. Уже 3-чү болду. Баары жакшы, аябай чоң деңгээлде өттү, мыкты өттү. Буга дайынданганбыз, 1 ай мурун дайынданганбыз. Жайында кумда иштейбиз, пляжда. Бирок иштегенибизден карабай, ошо кумга көчсөк да ошо дайындандык, ушуну угуп алып, өзүнүн көлүбүздө, өзүнүн жерибизде тутканда намыска бекем туруп, ушу автоунааны өзгө алып койгонго болгон күчүмдү салдык. Буюрса, баары жакшы. Ушундай ой келди белеңби, машина утуп калам деп? Ой келген, настрой бар болчу, настрой 100% болчу, утам дегенге. Бирок Алла Таала насип этиптик, бул уттук. Аябай күчтүү балбандар болду, бүт жактан келди, Казакстан, Талас, бүт жак келди, Чет областан келди, баары күрөштү, баары жакшы. Күчтүү. Так ушул Ажизхандын байгеси Акылбек Түмөнбаевден атайын автоунаа, урматтуу журт. Күнүгү куттуу болсун. Biz hazır Kökötay'dın aşı ötken жерге geldik. O zaman benim Kökötay'dın aşı tigir 40 gün болған ошол жерде. Азыр бул жакта дагы бир керебет бар экен. Азыр ошо керебетти көрүп калдым. Мазар жок, нормально.
Жақшы. Ержан Сарыжанчы командасынан тартып алғанға, жуып алғанға çok мүмкіншілікті алды. Мұнан ары Ержанға дағы игілік қалды. Қалай тура бара келді. Еш қандай тосқолдық жоқ, шашымын керегі жоқ. Ержан, енді бұл жерден кішіне күш керек, болғаны кішіне күш керек. Олғыстыр. Жақшы чоң деген игіліктер берен. Бара келді. Ержан деген ер азамат. 17-3 таймның 17 минутында Ысыккөл құрамасының Ержан деген мырзасы bir ұпай жаратуға мүмкіншілік алды. Бара келді. Баш байгені бағындырған Күй облысының командасына автоуна. Баш байге автоуна. Күй командасы бағындырды. Алдына сыйым тартайын, ата баба басқан жер, қадыры биік ашқан жер, бір кезекте бұл жерде ағын суың ағып ташқан жер, көкөтөйдің ашында тетігеген талаға кемегесін қасқан жер, маникерін чаптырып, алыстан мейман алдырып, сорпосын күнтін сапырып, Қытайдан бері қонақтар келген екен бұл жерге, гүліктөй құлақ жапырып, ушул жерде білгенің қағылам инім уға тұр. Ел аралық айтыштың баш байгесі 150 000 сом ақчалай сыйлық менен бүгінгі айтыштың ақ жылдызына айланып, ақ жағандай төккен қырғыз ақыны Мақсат Құлыев сыйланады. Сыйлықты Қырғыз Республикасының маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрі Жаманқұлов Азамат Қапарыч тапшыруда. Жақшы болып білгенің, айланайын жанинім, сен дағы болсын түнөгің, жанаттан бері бізге бір ақ тілек айты үндөдің, бір кезде қошой менен жолойды, күрештірген жер ушыл, дүйнеден келді. Зия, қарқыраға келіп қаптырсың деп, бір табақ аш еті менен алып келіп тұр. Көлдік туғандар. Мына майды қанты жемейм, мына майды. Мына майдың барын қанты жемейм. Қасиеттерге тең болып, шындығын айта кеткенде, ақ қалпақ жұрттың içinde, ата бабаң аруақ, қолдып жүріп бел болып, ошондо жерге келгенің. Чоғырдайыз, жұмықтығыда естағаларлық болатарыз, азыр. Жағымды жайдың кечеле, жанаша жүрген кезеле, тамаша қиял сөз айтсам, тарына түштің кезеле. Біз жүрген айлы түн қайда, біз үзген жіпар гүл қайда, көзіңден секет болойын, көрініп қойшы бір қайра. Мен баштайым, сен ұлап кетесіңер. 1, 2, 3. Жағымды жайдың жанаша тамаша тарына тамаша тарына біз жүрген айлы Üzgün gözümde görünüp gözümden Қара шығанда әрдадыңар, мұна есте ұшындай уақыттар қалақ, керемет! Сөздерді жан дүйнеден төккенің, көркемді дүйне жерде бір, жақшы болдың көргенің, анкенің бақайдың елі байрақтың, ақбалтаң елің айбатты, қорқонғы қорғын құрдырған, қошойдың елі қайратты, жақыпқан елің жарақты, айкөлдің елің ардақтты, семете елі сезімді, сейтектің елің
салмактуу батырлар чыккан жер болгон, телегей тең болгон, токой болгон жер болгон, бир кезек тең ал жерде элдин баары чынында ой батырды күткөн жер болгон. Касиеттүү көлдүн бир